Сәлеметсіз бе, Сәрсенкүл апа, қош келдіңіз. Мына біздің көктем келді, наурыз келді, көрісу күні келіп қалды. Мына ұлыстың ұлы күні наурыз мерекеміз келді. Бұл күнді халық асыға күтеді. Өйткені халықтың аққа аузы тиеді, малы төлдейді, қорасы малға толады. Сондықтан бұны асыға күттік. Соның ішіндегі ең бір біздің қастерлеп, қасиетті қылып атап өтетін салтымыз ол наурыз көже. Осы наурыз көжені ілгеректе аналарым үлкен қазанға жасайтын еді. Сонда анам айтатын еді, мына қазанның бір-ақ елі ғана толмай қалсын, қазан аузы жоғары болсын. Осы жолы қазан толып тұрса, ел тоқшылықта болады. Ырыс-береке, құт мол болып келеді деп үнемі наурыз көжені үйреткенде қазанды толтырып жасауды үйрететін. Мейлі ол кішкентай болсын, мейлі үлкен қазан болсын, қай қазан болса да толтырып жасау керек екен. Өйткені дәу қазанның ортан белінен жасаған ол өзіміздің салтымызға, өзіміздің пейілімізге қарай ғой бәрі де. Наурыз көжені жылда осы 13-ші наурыз келеді, сол уақытта біз дайындала бастаймыз. Ауыл болып, үй болып, ел болып жасаймыз. Ең бірінші қазанымызды тазалап, жуып-шайып аламыз, ішіне суымызды құямыз. Онан кейін қыстан қалған сүрлеріміз бар, қыстан әдейі сақтаймыз. Ұзын сары келеді дейді. Ұзын сары деген бұрын айтады екен, үлкен бойы ұзын сары шал келеді екен деп. Олай емес, ұзын сары деген наурыздың ұзақ күнін ұзын сары деген атам қазақ. Сондықтан ұзын сарыға деп сақтаған ас мәзіріміздің барлығын осы бүгін наурыз көжеге біз пайдаланамыз. Мынау етіміз, одан мынау қазымыз, осыларды жуып дайындап қойдық. Осыны енді біз қазанға салып қайната бастаймыз. Алдыменен бір шым-шым тұзымызды сап қоямыз. Тұз татымды болмаса көжеміз дәмді болмайды. Күн мен түннің теңескен уақыты, Күн мен түннің теңескен уақыты, ұзынның жіңішкенің үзілген уақыты дейді қазақ. Бұл кезде енді айта берсе, наурыз туралы өте көп ырым жоралғы. Енді біз жайлап бір-бірлеп, алдымызда наурыз көжеге әдетте қазақ 7 түрлі дәм сал дейді. 7 түрлі болса 9 түрлі дәм сал дейді. Мына жерде міне ас атасы нан дейміз, нан бидайдан шығады. Мынау бидайымыз, одан кейін жүгеріміз, одан кейін мынау маш дейді, дәнді дақыл. Мынау ноқат дейміз, мынау лобияның 2 түрі тұр. Одан кейін көжеміз пісіп жақындағанда, пісіп қалған кезде мына ақты құямыз, яғни ағарғанды. Өйткені дәл қазір енді ауылдық жерде қорада сиырларымыз туып, ағымыз молайып қалды. Қазір қазанымыздың көбігі алынғасын, пиязын турап, сапырып қоямыз. Содан кейін оны пісіріп аламыз етті. Етті пісіргеннен кейін дәндерді бірте-бірте жайлап шетіне сала бастаймыз. Қамырда салайын деп тұр. Қамырда саламыз. Сосын күріште саламыз. Енді үйде не бар дәннен соның бәрін сала береміз. Мынау артық болып кетті, мынаусы жоқ екен демейді. Неғұрам дән көп болса, біздің көжеміз соғұрлым тәтті болады. Сосын ағарғанымыз мол болса, ол көже одан да сайын тәтті болады. Сәрсенкүл апа, біздің соңғы кезде байқап жүргендеріміз көпшілік, көп жерлерде, қалалық жерде тек қана дәммен жасап жатады. Бүгін сіз өзіңіздің наурыз көжеңізге қамыр деген тоқшылық бұл, молшылық, нандың түп тамыры осы бидай. Нан болған жерде тоқшылық болады. Жастар қазір заманға қарай бейімбет бара жатыр ғой. Сәл нема білмеймін, дайынды пайдалануға әуес. Сондықтан біз осы өзіміздің көргенімізді, өзіміздің жасағанымызды осылай көрсеткім келеді. Үйде, мысалы, келіндеріңізге, немерелеріңізге жасағанда қамыр. Жаңағы 7 түрлі дәнді салып, қамырды салып, үстіне ақты құйып жасаймыз, сосын ол бір дәмді көже болады. Абайда.
дайын болды. Көже дайын болды, міне. Сәрсенкөл апамыздың ту Шиеліден келіп, Шөлек ауылынан келіп. Жасаған көжесі. Иісі бұрқырап. Бұл бұрқырап тұрған шығар. Ал осы көжені енді тойып ішесіңдер, Алла қаласа. Жыл бойына қарындарың тоқ жүреді, көңілдерің шат жүреді. Жұмысқа белсенді боласыңдар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бұл көженің ішінде арпа бидай дәні бар дейді. Сәрсенкүл апа, біз өзіміз дәмін көре алмай тұрмыз, иә? Сіздің де менің де аузым беріп болды. Бірақ біз сонда да келген, жүректен келген, қанша аналарымыз тұр, солар кісілерге дәм татуға беріп, өзіміз бұйырса кешке Алла қаласа, дәмін көреміз. Ас болсын барлығымызға. Келген асқа күткен наурызымыз құтты болсын. Ағымыз мол болсын. Мал жанымыз аман болсын. Еліміз тыныш, жұрт аман болсын. Дендерімізге саулық берсін. Үйдегі өсіп келе жатқан перзенттерімізге Алла ұзақ ғұмыр берсін. Мынау біздер сияқты сендер де өсіңдер, өніңдер. Соңдарыңа, ұрпақтарға осындай өзіміздің салт дәстүрімізді жалғастыратын ұрпақтар, салиқалы ұрпақты соңымыздан еруге Алла нәсіп етсін. Амандықта болайық, наурызда жүздесіп, наурызда көрісіп тұруға Алла нәсіп етсін. Барлықтарыңа жақсылық табыс тілеймін.